Қайырлы күн достар. Бүгін тез оңай жасалатын салаттардың бірі баклажан, яғни тёщин язик жасаймыз. Видеоның соңына дейін көріп, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Ең алдымен баклажанымызды жақсылап жуып алып, майда бөліктерге бөлеміз. Бөлінген баклажандарымызды тұзды суға жарты сағатқа салып қоямыз. Бетін жауып, жарты сағат тұзды суда ұстаймыз. Жарты сағат тұрған баклажандарымызды қағаз майлықтарымызға алып, суын сорықтырып, жұмыртқаға тұз қосып араластырып, баклажандарымызды жақсылап батырып, қуырып алатын боламыз. Баклажанның адам ағзасына берер пайдасы өте мол. Баклажанның құрамында кальций, магний, калий сияқты витаминдер бар екен, және С, В витаминінің бірнеше түрі кездеседі екен. Баклажанның адам ағзасына берер пайдасы өте көп. Анемияда гемоглобин көтеруге, асқазан ішек жолдарының жұмысын жақсартуға жақсы көмектеседі екен. Сондықтан баклажан салатын жиі тұтынып жүруге кеңес беремін. Барлық баклажандарымызды қуырып болғаннан кейін арасына майонезге чеснокты араластырып, жақсылап жағып, осылай ортасына помидор салып біріктіретін боламыз. Өте оңай, тез жасалатын және дәмді салаттардың бірі. Құрамында баклажан кездесетін тағамдарды жиі пайдаланып жүріңіздер, денсаулықтарыңызға берер пайдасы мол. Егер мен айтқан ақпараттар ұнап жатса, менің жасап жатқан салатым ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер және осылай жасап көріңіздер.